Ишен бауырым. Армысыздар ағайын. Бүгін халықтың құқығы тапталып, еркіндігі шектеліп, бір халықты тобыр көреді біздің үкімет. Өзіміздің төлеген салығымызды өздерінің жалдамалы көгесек деп кетті ғой кезінде алаштар. Сол көгесектер әлі бар екен, өзімізге қарсы шығып атқан. Өткен сенбі күні саботаж деген сенбілік болған. Қазақтың осы елім деген жігіттері серуендеп, халыққа саяси ақпарат таратқаны үшін жақсы көңіл күйде, жақсы болашақты ұмтылған үшін сол адамдардың, қатысы бар адамдардың 10 азаматымызды міне бүгін сенбіге жеткізбей, яғни бүгін бейсенбі күні қамауда ұстап отыр. Ол тікелей бізді құлдық санаға итермелеп халықты қорқытқысы келетін шығар. Бірақ халық қорқытпасын. Біз қазір тығырықта тұрғандай болып көрінеміз, бірақ бұл біздің баспалдақ деп ойлайықшы. Осы баспалдақтан көтерілсек, біз нағыз қазақ деген атқа лайық болып еркіндік, азаттыққа ұмтыламыз. Сана азатқа ұмтылу керек. Әрқайсыларыңыз саясатқа ұмтылыңыздар. Бәрілеріңіз патриотсыздар, парақшаларыңызда. Шын патриот болсаңыздар, саясатқа ден қойыңыздар, саясатпен айналысыңыздар. Қазір біздің үкімет, сіздер ойламаңыздар, ауада құрт ұшып жүр, шыбындар ұшып жүр, құрт шаян жүр. Біздің үкімет тіршілік бар ғой, аулаңда, дворда қаңғып жүрген мысық бар шығар, сол мысықты жеп, соның етін жеп отыра беріңдер деп айтуға бар біздің үкімет. Халықты мүлдем ойламайды. Айтады ғой, ең бай мемлекет, ол ана әкімнің баласы 80 миллион долларға ұшақ алған, олай Нығматуллиннің баласы 80 миллионға ұшақ алды ғой. Біздің байлық олай өлшенбейді. Ең бай мемлекет, біздің Дана Әл-Фараби айтады, кедей жоқ мемлекет. Біздің елде кедей адам жоқ болса, біз бай мемлекетпіз. Ал қазір біздің ана отбасындағы Форбесқа кіріп алған Кулибаевтардың барлығы ол Қазақстанның байлығы. Біздің халық бай деген сөз емес, олар ұры деген сөз. Олар халықтың ақшасына байып отыр деген мағынада. Халық ойланыңыздар, біздің несібе, біздің халыққа тиесілі негізгі мұнайдан түсіп атқан дивиденд, әрбір мұнайдың тамшысына түсіп атқан дивиденд ұрылардың қалтасына кетіп жатыр. Олар шалқып өмір сүріп, біз кедей төменгі деңгейде өмір сүрген, ол біздің құл екенімізді білдіртеді. Құл емес екенімізді көрсетейік, азат екенімізді көрсетейік, демократияға ұмтылайық. Байлықтан бөлек жер мәселесі бар. Жер мәселесі, жер мәселесі тікелей Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы. Әнұрандағы менің елім, менің жерім деген сөзді алып тастаған. Менің жерім, менің елім, менің елім. Яғни қазақ сенің жерің жоқ. Жерге деген біздің аманат қой, бізге жер қалған. Жерге деген біздің қадырын білмей қалып жатыр көп жастар қазір. Өйткені жерді насихаттамайды. Қанша жер сатылып кетті? Кезінде, кеңес үкіметі кезінде біздің осы Алматының өзінде қазір Гранд парк, кезінде ол бүкіл матамен, киіммен бүкіл кеңес үкіметі қамтамасыз еткен. Сейфуллин, Байтұрсында орналасқан көліктің саймандары сататын жер. Ол да завод, мега, ол да завод. Барлық сауда үй, бұрынғы завод, бұрынғы өндірістің орны. Соған біздің үкімет қасақана геноцид ұйымдастырып, ауылдарды урбанизация дейді ғой, бүкіл ауылдардың барлығын 6500 ауыл. 6500, ол қате ақпарат емес деп білем өзім. Ауылдағы малдарды бруцеллез қылады, ақырын ауылды ыдыратады да ауылдың халқын қалаға көшіреді урбанизация. Одан кейін сол ауылдағы жердің астындағы алтын, басқа да қазба байлықты жеке өздерінің бір компанияларын ашып, болмаса өз ақшаларын сыртқа шығарып, сырттан бір инвестор келген сияқты бізге өтірік көзбояушылық көрсетіп жатыр. Сырттан бізге ешқандай инвестор келмейді. Өйткені бізде ыңғай жемқор, Нұр Отан жемқорлар жасайтын партия. Соңғы Павлодар облысындағы 6 әкімнің 4-еуі қылмыскер, 4-еуі де Нұр Отандікі. Бүгін міне тағы да коронавируспен жатыр екен, сол Павлодардың 5-шісі. Білмеймін, халық ойлану керек қой, бізде тек Назарбаевтың жүйесін насихаттайтын, соның саяси идеологиясын жүргізетін бір ғана партия бар. Біз оны сайлаға жоқпыз. 6 қуыршақ партия бар. Оның барлығы билікті жаулап алушы, залым үкімет, залым әулет. Бүгін өзі коронавирус шығыпты екен оларға. Ұзағынан болсын дейміз енді. Халықты құл қылды. Давай подержись. Сол басқа да жұрттар сөйлесін. Біз мұнда тұрған халық ешқайсы бір тегін бізге байлық бер деп атқан жоқ. Тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Мына кісілердің барлығы еңбекқор, біреуі құрылысшы, біреуі таксист. Бірақ бұлардың санасы азат. Бұлар да қалғандары азат болған қалайды. Қалғандардың құқығы тапталып, қалғандар сайлауға дауыс берген кезде олардың
дауыс ұрланғанын қаламайды. Бұл кісілерде тиісті ақшаны алғысы келеді мемлекеттен бөлініп жатқан. Біз халық ана миллиард адамы бар, 400 миллионы бар мемлекеттерден де коронавирусқа қарсы ақша біз 18-19 миллион болсақ, біз олардан ақша көп бөлгенбіз. Енді ойланыңыздар, ол ақшалар қайда? Өткенде 3 ай бойы карантин болып видео тығылған кезде мемлекеттен қандай көмек келдіңіздер? Тиісті көмек ала алдыңыздар ма? Сол ақша жетті ме сіздердің? Қазір міне бір танысым коронавируспен ауырды. Бір әулетте мысалға 3 адам ауырған екен, 67 мыңға дәрумендер алыпты. Мемлекеттен бір тиын берілмеген. Бөлінген ақша қайда? Бөлінген ақшаны лентаға кетіп жатыр ма, үйдің сыртын қызылмен орағанға? Халықтың әлеуметі, халықтың денсаулығын ойлап жатқан үкімет жоқ бізде ағайын. 6 триллион ақша қайда дейсіз? Біз қандаймыз, басшы сондай деген ол өте дұрыс. Яғни осы халық, бұлар саналы, бұлар нағыз демократияға ұмтылып жатыр. Қалған халық осы кісілердің көз жасына, қарғысына қалып жүрмеңіздер, қолда барды қадірлеңіздер, қатарға қосылыңыздар. Руға, партияға бөлінетін емес, нағыз демократияға, нағыз адамның құқығы үшін күресетін уақыт қазір, жылайтын уақыт емес. Иә, талас тартысқа түсейік. Көп нәрсенің қадірін түсініп жатқан шығарсыздар қазір үйге тығылған кезде. Денсаулықтың қадірін түсініп жатсыздар. Бөлінген осы уақытқа шейін 100 мектеп, 100 аурухана деді. Қазір көріп жатсыздар, аурухана жетіспейді. Қайда ана соның бағдарламамен жасалған жарнамасы көшелерде ілініп тұрды ғой, 100 мектеп, 100 аурухана. Барлығы өтірік. Қазір Назарбаевтың жүйесі саяси ақпараттан жеңілді. Біз ақпараттық жеңіске жеттік мына халық. Қазір олар өздерін мақтау үшін мемлекеттен қаншама миллион ақша бөліп, андай нұрбот дейді ғой, ыңғай боттарды алып өздерін мақтап отыр. Ол дегеніміз олар жеңілді толығымен. Бұл олардың соңғы қадамы қазір. Бұлар қазір әбден қашуға да дайын тұр қазір. Не істерін білмейді, я. Сасқан үйрек артымен жүзеді дейді ғой. Соңғы қадамдары репрессия күшейеді. Біз бірақ бәріне дайынбыз. Бүгін репрессияның көрінісі 2020 жылы 3 айда 3 қоғам белсендіден айырылдық. Дулат Ағаділ ағамыздан айырылдық. Жүрегі ақ жігіт еді. Нәзік болса да батыр қыз болған Аманбике Қайролла әпкемізден айырылдық. Тағы да ақтөбелік елім жерім деп халықтың сөзін үлкен жиында сөйлеп жергілікті әкімдерге жақпай қалған Серік Оразов ағамыздан да айырылдық. Әр қайсымыз тәуекелге бардық. Тәуекел етте тасшып, ажал жетпей өлмек жоқ дейді ғой. Бұл жүйе бізге не жасаса да біз бәріне дайынбыз. Тек халықтың жағдайы жақсы болсын. Халық азат болсын. Сол. Не экстремисты! Халық билігі. Бостандық! Нельзя. Бостандық! Бостандық! Сағат 10 болып қойыпты күн. Тыныштық, тыныштық. По закону нельзя.